Сәлем достар, сіздермен бүгін панкейки жасаймыз. Ол үшін ең алдымен видеодағы осы ингредиенттер қажет болады. Комнаталық температурадағы 2 жұмыртқаны аламыз, үстіне қантты қосамыз да жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Немесе миксерді пайдалансаңыздар да болады. Панкейкиді пісіретін кезде жұмыртқа да, айран да, сұйық да барлығы комнаталық температурада болу керек. Айран салқын болса, панкейки дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Қант толықтай ерігенше венчикпен араластырып аламыз да, дайындап қойған айранды үстінен қосамыз. Айран да комнаталық температурада болу керек. Айранды қосқаннан кейін тағы да бір рет араластырып аламыз. Тұз және сұйық майды қосамыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Енді бізде қосатын қамыр мен ас содасы ғана қалды. Құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Одан кейін електің көмегімен 3-ке бөліп, илеп араластырамыз. Барлығын бірден қоссаңыздар, кішкентай түйіршік болып, ол піскен кезде шикі болып қалуы мүмкін. Сол үшін осылай видеодағындай асықпай 3 кезектен қосып шығамыз. Бұл панкейкилар балаларға өте қатты ұнайды, өйткені менің балаларым ылғи да осы панкейкиді сұрайды. Жасалу жолы да өте оңай және үйдегі бар ингредиенттерден пісірілетін панкейки болып саналады. Дүкеннің 2,5% айранын қолдандым. Үйдегі айранды да қолдана берсеңіздер болады. Барлық ұнды қосып араластырғаннан кейін осындай созылмалы масса шығу керек. Енді табаны ыстық отқа қыздырып алу керек. Ешқандай май жақпаймыз. Осылай қатты көп емес, орташа қамырды жайып шығамыз. Бір-біріне қатты жақын орналастырмаймыз, өйткені ол бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Көпіршіктер шығып, осындай өзгерген кезде ғана екінші жағына ауыстырамыз. Бірден ауыстыруға болмайды, өйткені ол пісіп, көтеріліп үлгермейді. Газ отта пісірсеңіздер, орташа отта пісірген дұрыс. Индукциондық плитада пісірсеңіздер, менде 6 режимде пісірдім. Астын осылай қарап отыруға болады. Қатты отқа қоймаңыздар, өйткені ол тез күйіп кетуі мүмкін. Дайын болғаннан кейін бірден екінші жағына ауыстырып, шамамен 1 минуттай тосып ала беруге болады, өйткені ол дайын. Өздеріңіз видеодағында байқасаңыздар, кішкене көтеріледі. Ол дегеніміз панкейкиміз өте жұмсақ әрі үлпілдек болып піседі. Панкейкиміз дайын, табадан түсіре береміз. Барлық қалған қамырды осылай салып, барлығын пісіріп шығамыз. Осы массамен шамамен 30 шақты панкейки шығады. Панкейкиміз дайын. Панкейкидің үстіне шоколад немесе балды жағып шығуға болады, немесе қаймақпен жесеңіздер де болады. Мен үйде бал болды, соны қолдандым. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.